и долгожданный ребенок болды ғой. Енді маған ол ребенок был желанный. 5 баласына дейін әйеліне мүлдем қарамаған. Бірақ оған ағасы көмектесті. Қыз деп айтқан кезде балдардың әкесі қыз ба не? Спасатель, жертва, тиран. Первые роды всегда тяжелые. Мен бүкіл пациентімді түсінемін. Он обязан, она тоже обязана деген сияқты. Ер адамдар жазады, мен әйелімде симфизит. Көбіне от қуықтың асты ауырады да қасаға сүйекті ажыратып жібереді. Енесі молодец, вообще молодец. Құрметті оқырмандар, өзінің жеке историясына келдік. Ол теманы айтуыма өте ауыр. Қазір қалайсыз ба? Әйелдерге керегі просто оларға внимание. Менің қызым үшін өте ауыр, маған да ауыр ол нәрсе. Измена жасайды маған. Басқа степатқа барады. Мамам всегда қолдау беретін. Сен молодецсің, сен күштісің. Жүрек тоқтаған жағдайда 5 минут қана өмір сүре алады ми. Жан айқайым менің де шынымен айтайын. 40 күнге дейін ешкім үйіне бармай қойыңыздар. Меніңкі бірінші ұл болса екен деп ойладым дейді. Қарасаңызшы, бір ғана ой ұл болса екен деген.